Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ірі қараны бордақылау. Бүгінгі сабақта малдың жасына және азықтандыруына жағдайына қарай бордақылау түрлерін және де жолмен бордақылау туралы өтетін боламыз. Бордақылаудағы малды мүмкіндігінше тойғыза азықтандырып, оның күйін көтеріп, салмағын арттыру. Бордақылаудың мерзімі малдың тұқымына, жасына, күйіне және азықтандыру деңгейіне байланысты болады. Сақа малды бордақылау 2,5-3 айға, 1 жасқа дейінгі торпақты бордақылау 6-7 айға, 1,5-2 жасар тайыншаны бордақылау 3-4 айға созылады. Өте жақсы нәтиже ірі қараның етті тұқымының малын немесе сүтті етті тұқымының сиырларын етті тұқымының бұқаларымен шағылыстырудан алынған будандарды бордақылағанда шығады. Малдың жасына және азықтандыру жағдайына қарай бордақылаудың мынандай түрлері бар. Біріншісі, төлді жедел өсіріп бордақылау. Бұлай өткенде 15-18 айлығында олардың салмағы 450-500 килограммға жетеді. 1 килограмм қосқан салмағына 7-8 азық өлшемі жұмсалады. Тәулігіне 0,8-1,2 килограмм салмақ қосады. Төлді жедел өсіріп бордақылағанда өте дәмді, артық майы жоқ ет алынады. Қыс айларындағы негізгі азық сүрлем, пішендеме, тамыр жемістілер. Бұларға қосымша рационның жалпы қоректілігінің 40% мөлшерінде жем беріледі. Бордақылау аяқталар кезде жемді көбірек береді. Малды неғұрлым тойғыза азықтандырса, бордақылау мерзімі соғұрлым қысқа болады да, қосатын салмақтың 1 килограмм азыққа жұмсалады. Бордақылау кезінде рационның жалпы энергиялық қоректілігін, протеиндік дәрменділігі мен минералдық құнарлылығын қадағалау қажет. Екінші түрі бордақылаудың күйі төмен төлді жетілдіре өсіріп бордақылау. Әдетте арық төлді тойғыза азықтандырып өсіріп, күйін жақсартады. Содан кейін бордақыға қояды. Үшінші түрі сақа малды қатардан шығарылған сиыр, өгіз, бұқаларды бордақылау. Оның мақсаты малдың күйін жақсартып, семіз ет алу. Бордақылаудың қай түрі болмасын, ет өнімінің өзіндік құнын арзандату үшін мүмкіндігінше арзан азықты пайдаланады. Олар жом, барда, картоп, жүгері собығының өзегі. Бордақылау үшін пішендеме мен жем пайдалануда жақсы нәтиже береді. Малды сүрлеммен де бордақылайды. Онда рационға пішен, тамыр жемістілер, жем қосылады. Табиғи жайылымдарда малды жайып семіртеді немесе артынан бордақыға қояды. Бордақыдағы малдың рационында протеин жетіспесе, оған азоты мол химиялық қоспалар, мочевина, амидті концентрат, қос аммоний фосфат қосып береді. Азықтың сіңімін арттырып, малдың жедел өсуін, осыған қарай бордақылауды арзандату үшін ферменттік препараттар мен биологиялық әсері күшті заттарды да пайдаланады. Мал азықтық техникалық қалдықтарды пайдаланып та бордақылауға болады. Осыған байланысты жоммен бордақылау, бардамен бордақылау, картоппен бордақылау деген түрлері бар. Бұл әр аймақтың, шаруашылықтың жергілікті ерекшеліктеріне сәйкес қолда бар азығына қарай жүргізілетін бордақылау. Табиғи жайылымы мол аймақтарда малды жайып семіртеді, ол арзанға түседі, әрі ет өнімінің сапасы өте жоғары болады. Жоммен бордақылау. Жомның сүрленген және жаңа ғана өндірілген түрлері болады. Жомда майлы заттар аз, кальций, калий элементтері көп, фосфор аз, каротин мүлде жоқ. Сүрленген жомда органикалық қышқылдар бар. Жоммен бордақылаудың нәтижелігін арттыру үшін рационға клетчаткасы мол ірі азықтар, техникалық май қалдықтары, фосфорлы қоспалар, қос аммонийлі фосфат, ас тұзын, азотты қоспалар қосады. Бордақыдағы өгізшелерге олардың протеинге деген мұқтаждығының 25-30%-ын мочевина беріп қанағаттандыруға болады. Егер мочевинаға аммоний сульфатын, қос аммонийлі фосфатын қосып берсе, мал тез салмақ қосады. Бұл қоспалардың протеиндік эквиваленті мынандай: 1 грамм мочевинаныкі 2,6%. 1 грамм аммоний бикарбонаты 0,96% болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.